Қайырлы күн, құрметті білім алушылар, сіздермен Гүлфайруз Әбдісаттар. Бүгін біз қазақ тілінің салаларының бірі фонетика саласына толыққанды тоқталып өтетін боламыз. Жалпы, фонетика дегеніміз не? Фонетика гректің фони, дыбыс деген сөзі. Тіл білімінің дыбыстық жағын, оның жүйесін, өзгеру жолдарын зерттейтін сала. Енді фонетикада, жалпы фонетиканың қамту аймағы қандай? Фонетиканың қамту аймағы дауысты дыбыстар, дауыссыз дыбыстар, буын, тасымал, екпін, үндестік заңы, орфоэпия және де орфография. Көп адамдардың шатасатын тұсы ол әріп пен дыбысқа келгенде. Әріп дыбысты жазу тіліндегі белгілейтін шартты белгі. Әріпті біз жазамыз және де көреміз. Қазақ тілінде 42 әріп бар. Төменде көрсетілген әріптер қазақ тілінің 42 әріпі. Енді дыбыс. Тілдің дыбыстау мүшелері арқылы айтылып құлаққа естілетін үн дыбыс деп аталады. Дыбысты біз естиміз және де оны айтамыз. Қазақ тілінде 37 дыбыс бар. Дәл осы жерде көрсетілген жіңішкелік белгісі және де айыру белгісі, бұлар бізде әріпке жатады, дыбысқа жатпайды. Яғни бұларды біз дыбыстай алмаймыз ғой. Және де е, ю, я. Бұлар бізде дифтонг дыбыстар. Енді дифтонг дыбыстар дегеніміз не? Дифтонг дыбыстар екі дыбыстың қосындысы. И плюс а, я. Яғни бір әріп, бірақ екі дыбысты қосындысынан жасалған. Біз бұны әріпке жатқызғанымызбен дыбысқа жатқызбаймыз. Өйткені бұның құрамында екі дыбыс бірдей айтылып тұр. Енді қазақ тіліне тән төл дыбыстар саны. Қазақ тіліне тән төл дыбыстар саны 9. Бұл төменде көрсетілген дыбыстар басқа тілдерде жоқ. Тек қана қазақ тіліне тән. Жалпы фонетиканың келесі тақырыпта жақсылап аша түсетін боламыз. Дауысты дыбыстарға жеке-жеке тоқталып, әр тақырыбына жеке-жеке тоқталамыз. Бүгінге фонетиканың негізгілерін анықтап алдық. Яғни дыбыс дегеніміз не, әріп дегеніміз не. Енді білімді бекіту, мен айтқан ақпараттарды қайта еске түсіру үшін білімімізді бекітіп өтетін боламыз. Фонетика нені зерттейді? Сіздер осы жерде стоп қойып, өздеріңіз жауап беріңіздер. Фонетика дыбысты зерттейді. Қазақ тілінде қанша әріп бар? 42 әріп бар. Қазақ тілінде қанша дыбыс бар? 37 дыбыс бар. Қазақ тілінде қанша дифтонг бар? 3 дифтонг бар. 5-ші сұрақта әріпті ата. Бұл қандай әріп? Жіңішкелік белгісі. Мына әріпті ата. Бұл бізде айыру белгісі. Ю қандай дыбыстардың қосындысынан жасалады? И плюс а. Мына жерде мен видеоға байланысты сұрақтың жартысы көрінбей қалыпты. Мен сіздерге атап өтейін, сіздер сұраққа жауап беріңіздер. Я қандай дыбыстардың қосындысынан жасалады? И плюс у. Йо қандай дыбыстардың қосындысынан жасалады? И плюс о, яғни йо. Қазақ тілінде қанша төл дыбыс бар? 9 төл дыбыс бар. Бүгінге осы. Келесі сабақтарды көру үшін арнаға тіркеліп қойыңыздар.